кептірілген өрікпен өте дәмді пирог пісіреміз. Ол үшін бізге ыдысымызға 500 грамм ұнымызға 10 грамм қопсытқышты араластырып аламыз. Және 250 грамм өте салқын сары майымызды қосып, қолмен үгітеміз. Яғни бізде песочный тесто жасалуы қажет. Және басқа ыдысымызға жұмыртқаның 4 сарысын, яғни желтогын және 150 грамм қант, шымшым тұз және 100 грамм 20% қаймақ қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дәл осы массаны қамырымыздың үстіне құйып, өте жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Яғни қамырды қолымызбен біріктіре отыра жұмсақ қамыр елеуіміз қажет. Және дайын қамырымызды кемінде 30 минутқа тоңазытқышқа салып аламыз. Келесі жұмыс бізде начинкасын, яғни салмасын дайындау. Ол үшін бізге 300 грамм кептірілген өрік, яғни оны жақсылап жуып, тазалап, ет тартқыштың көмегімен өткізіп, үстіне 80 грамм қант және 200 грамм өте ыстық суымызды құйып, жақсылап қою болғанға дейін араластырамыз. Яғни су қосқан себебіміз бізде салмасы құрғақ болып қалмауы үшін. Диаметрі 24 болмаса 26 сантиметр болатын формамызға пергамент төсеп аламыз. Тоңазытқыштан шыққан қамырымызды бір жағы үлкен, бір жағы кішкентай етіп екі бөлікке бөліп аламыз. Үлкен бөлігін ұнды беткі және астыңғы бөліктеріне себу арқылы оқтаудың көмегімен жаямыз. Жайылған қамырымызды формамызға орналастырамыз. Яғни форманы шет жақтарын майламай қойсаңыз да болады. Шеткі жақтарында, яғни бортигін жасаймыз. Қамырды толық жайғастырып, тұрғызылған бортиктарды шанышқының көмегімен басып шығамыз. Яғни бәрі біркелкі түзу болуы үшін. Және қамырымыздың астыңғы бөліктерінде қатты көтеріліп кетпесі үшін шанышқының көмегімен тескілеп шығамыз. Енді дайын қамырымыздың үстіне начинкасын саламыз. Начинканы салып, толықтай біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Бет жақтарын тегістеп. Және қалған қамырдың кішкентай бөлігін жайып, беткі бөлігін қалауыңша сәндесеңіз болады. Болмаса, видеода көрсетілгендей қамырды жайып алып, қолыңызда бар, яғни қолда бар әртүрлі формалармен қамырды кесу арқылы беткі бөлігін сәндеп шықсаңыз болады. Сәндеу жағы өз қалауыңызша. Және алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 30-35 минут қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Қамырдың бетін сәндеп болған соң, беткі жағына жұмыртқаның сарысын толықтай жағып шығамыз. Міне қалған қамырдың бөлігінен кішкене печеньелер жасауыңызға болады. Міне пирогымыз пісті. Жақсылап суытып, формасынан шешіп аламыз және бетіне қант ұнтағын сепсеңіз болады. Видеода көрсетілгендей тесто өте жұмсақ, ауызда еритін өте дәмді болып шығады.